арманым деп айтпаймын ғой. Менің аты жөнім Көшкінбаев Жеңіс Бақтылы. Мен балалар кардиологы, кардиохирургымын. 13 жылдан аса тәжірибем бар. Енді бұл салада бізде енді қысқаша айтқанда семейный поколение дейді ғой. Менің атам балалар дәрігері, тәтеміз балалар дәрігері, содан кейін ары қарай жалғастыру мақсатта бізде енді сол саланы таңдадық. Балалардың енді мынау ішкі жан дүниесі таза болып келеді ғой. Жұмыс істегенде де балалардың өзіне тән энергетикасы да өте жарқын болады ғой. Және балалармен жұмыс істеу өте ұнайды өзіме. Жас ата-аналарға бірінші жүктілікті жоспарлау және енді сәби дүниеге келіп жатқан жағдайда 3 айға дейінгі алдын ала эхокардиография және кардиологтан өтуді кеңес беремін. Енді бұл да бір Алла тағаладан берген бір өзімізге сый шығар. Балалармен тіл табысу шын мәнінде өте жеңіл негізі. Олардың өйткені ішкі жан дүниесі жарқын болады. Егер диагнозды дұрыс қойып, дұрыс ем жасалса, балалар тез ем алып және соның күлкісін көрген бір жеңіс деп есептеймін. Енді біріншіден айтады ғой, жақсы көру керек деп өз мамандығын. Мен шын мәнінде өз мамандығымды жақсы көремін және оны балалармен жұмыс істегенді ерекше жақсы көремін. Сол өзім жақсы көргеннен кейін осы мамандықты ары қарай жалғастырып отырмын.